Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сауат ашу барысында жазуға қойылатын талаптар. Лекцияның мақсаты мен міндеттері сауат ашу барысында жазуға қойылатын талаптарды меңгерту. Әріпті жазуға үйретудің тәртібі төмендегіше: сөзге дыбыстық талдау жасау, жеке дыбыстау, сөз ішіндегі орнын анықтау. Екінші, жазба әріптің жазу үлгісін тұтас көрсету, плакатта, әліппеде, кеспе әліппеден көрсету. Үшінші, жаңа әріптерді тақтаға жазып көрсету. Төртінші, жаңа әріптердің элементтерін дәптерге түсірту. Бесінші, жаңа әріптерді тұтас жазу. Алтыншы, жаңа әріпті басқа әріптермен жалғастырып жазу. Жетінші, сөйлем жазу. Сегізінші, балалардың жұмыстарын талдау жасау. Жазу сабағы оқушылардың жазуға дайындығын тексеру, дұрыс отыру, қаламды ұстау, дәптерді қою, тағы да басқа. Екінші, мұғалім бір сөйлем айтқанда оқушылардың оны қайталайды. Үшінші, сөйлем сөзге, буынға, дыбысқа талданады. Сөйлемдегі мұғалім тақтаға жазғанда оны оқушыларға оқытады. Содан кейін бұл сөйлемді жауып қояды. Оқушылар сөйлемді дәптерлерге жазады. Тақтадағы сөйлемді ашады да оқушылардың өздері жазғандарын тақтаға салыстырып тексереді. Осылайша екінші, үшінші сөйлем жазылады. Оқушылардың жазған үш сөйлемін тұтас оқиды. Бірінші сыныптағы жазу дәптерін пайдалану тәртібі. Жазу дәптерін қаламмен жаздырту, дәптердің сыртын толтырту, әр жазу жұмысының аралығында күн, ай аттарын жазбау. Әр жазу сабағын жүргізілетін жазу жұмысының көлемі не жұмыс мөлшері дәптердің жиек сызығына созылған қызыл дөңгелек белгілермен арналған кеңінен екенін аңғару. Әрбір жаңа әріпке байланысты берілген суреттерін әңгіме құрастырып және оның дыбыстық буынның құрамын көрсететін сызбамен жұмыс жүргізу. Әрбір әріптің жазба түрінің кіші немесе бас әріптерін толық таныстыру барысында олардың өзара байланысына жалғасуын назар аудару. Әріптің құрамының қанша элементтерден тұратынын көрсеткен жолға жазбауға ашық қалдыру. Тікбұрыштың ішінде берілген заттардың үлгісін үстіне жүргізу. Жазу жолының басында қара түспен әріптің жазу үлгісін көрсеткенде, ал қызыл түспен берілген үлгілерін бас тартып жазуға арналған ескерту. Жазуға кірісерде алғашқы күннен бастап орындауға тиісті гигиеналық талаптар. Дәптердің парақтарының үстінде баланың кеудесінің қақ ортасында тура келетіндей болып, сәл көлбете қойылады. Бала басын оңға не солға, аяқтарын кеудесін алға не артқа қисайтпай, аяқтарын қатар қойып, алдына түзу қарап отырады. Бұл олардың омыртқаларының көкірегі дұрыс жетілу үшін қажет. Балалар табандарын еденге еркін басып отырады. Тізені қатты бүкпей, бір аяқты екінші аяқтың үстіне қоймай, аяқтарын алға не артқа сілтемей отырған дұрыс. Партаға көкіректі тіремеу керек, өйткені бұл тынысты тарылтады. Жаңа өсіп келе жатқан кеудені бұзады. Қаламды ұстағанда саусақ қалам ұштан 3 сантиметрдей жоғары тұрып, қаламның жоғарғы жақ ұшы оң иықтың тұсында дәл келген жөн. Жазғанда балалардың көзі мен дәптердің арасында 20-30 сантиметр қашықтықта сақталуы тиіс. Жазуға негізінен мынандай талаптар қойылады: әріптің дұрыс жазылуы, әріптің көлденең сызығының ауытқымауы, әріптердің элементтерін тегіс бірдей жазылуы, әріптің бірін оңға бірін солға қисайтпай, барлық әріптерді бірдей оңға қарай сәл көлбеттеу жазуы, әріптердің сондай-ақ сөздердің арасында қашықтықтарын бір қалыпта сақтап отыруы, бірте-бірте жазу қарқынын тездете түсу. Назарларыңызға рахмет.